Здание, здание, собрание, собрание. Қай кезде қалай қолданамыз? Здание, собрание сөздері женский родқа жатпайды. Бұл сөздердің жекеше түрі здание, собрание, яғни ие. Ал здание, собрание, яғни ия жалғауы бар сөздер бұл көпше түрі. Мысалы, правительство планирует построить новые жилые здания. Үкімет жаңа тұрғын үйлерді салуды жоспарлап отыр. Бұл жердегі здание деген сөз көпше түрде болып тұр, яғни бірнеше үйлер деген мағынаны білдіріп тұр. В этом месяце нас ожидают 3 ключевых события: конференция, семинар и собрание акционеров. Осы айда бізді 3 негізгі оқиғалар күтіп тұр: конференция, семинар және акционерлер жиналысы. Бұл жерде бізде 3 негізгі оқиғалар, яғни бұл көпше түрде деген сөз. Сол үшін біз собрание деп жазамыз. Орыс тілін үйрену үшін парақшаға тіркел, орыс тілін бізбен үйрен.